Мүшесіне протез салған адам инвалид па? Осы жайында мен бір кейс айтатын боламын. Бір кісі хабарласып отыр, менде 2 жыл бұрын емделген екен. Ем алған кезде, алып жатқан кезде өте жақсы көмектеседі, бәрі керемет, бәрі жақсы дейді, бірақ емді қалай тоқтатам, қайтадан бұрынғы жағдайға келіп жатыр деп шағымданып жатыр. Сіздерге айтатыным, бұл да эректильді дисфункция дегенде ауру. Ол да ұзақ уақыт емделеді. Тіпті кейбір жағдайларда үнемі постоянно дәрілер ішу керек болады. Значит, сізге ол емді үнемі қабылдау керек десем, оны үнемі қабылдағысы келмейді. Енді қандай жағдай бар дейді. Онда мүшеңіздің ішіне протез салу керек десем, ол кісі ренжіп маған, сен мені инвалид қылдың, сен мені отпускать еттің деген сияқты сөздер айтып жатыр да. Бұл жерде айтатыным, протез салу ол инвалид болу деген сөз емес. Протез, мүшенің ішіне протез салу, ол наоборот, ол керемет. Мүшеңіз 24 сағат жұмыс істейді. Керек кезде тұрғызасыз, керек жоқ кезде жатқызасыз. Бала көтертуге болады, ұрық шығады, оргазм аласыз, бүткіл сезімталдықтың бәрі сохранить етіледі. Бастысы мүше тұрып тұрады. Былайша айтқанда супермен боласыз қой, мүшеңіз сізді еш подводить етпейді.